өзінің қыздары алдаған екен. Фотофиксациядан өтіп, несиені қызына алып берген екен. Біздер тек қана фотоға түсіп жатырмыз. Мама осындай амалды өзінің әкесімен жасады. Фотоға түсіп, папа күле ғой, басымды оңға бұр, басымды солға бұр, күшті болып шықтың деп, сөйтіп деген банктың верификациясынан оңай өте қойды. Ата-анасына кредит алады. Кейін уақытында несие төлемегесін, бере жағы пайда болғасын хабарлама алып, өздерінің бере жақтарын білді. Кейін уақытында төлеуге мүмкіншіліктері жоқ. Ата-анасының біреуі деген мүгедектік туған екен. Коллекторлық компаниялар хабарласты. Кейін қорқыту амалдарын қолданып, дайын болыңдар, түрмеге сізді алып кетеді. Ол да жасап жатқан амал заңсыз екенін білген жоқ. Қан қысылымы көтеріліп, скорый помощьті, жедел жәрдемді шақыруға мәжбүр болды. Бұл кісілердің екінші қыздары болған екен. Үлкен қыздар осы жағдайды біліп, қарсы қоғам жобасына келіп, өздерінің пайда болған жағдайын айтты, түсіндірді. Қарсы қоғам жобасында біздерде тегін заңгері бар екенін біліп, біздер мамасын шақырып, жобаға қатыстырып, оқытып, заңгермен жұмыстанды. Қазіргі уақытта реструктуризация жасалды, дегенмен де бере жағым бар.